Қайырлы күн достар, сіздермен Аяржан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді асқабақтан десерт жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Балаларға өте қатты ұнайды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге асқабақ қажет. Тазалап жуылған асқабағымызды бөліктерге бөліп, 180 градуста 20-25 минут пеште, духовкада шала пісіріп алатын боламыз. Алдымен бөліктерге бөліп, ортасын тазалап аламыз. Духовкаға 20 минутқа жіберіп, енді творожный массамызды дайындаймыз. Бізге сүзбе керек. Қаймақ немесе йогурт қолдансаңыздар болады. Қантымызды, жұмыртқамызды, кейіннен 4 ас қасық ұнымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп майдалайтын боламыз. Творожный массамыз дайын болды. Бір бөлек қойып, енді 20 минут піскен асқабағымыздың сыртын сәл тазалап, блендерге салып, енді асқабақты массамызды дайындаймыз. Жұмыртқа, 2 жұмыртқа, кейін қант, жақсылап блендерден өткіземіз. Ұнымызды салып, блендерден өткізіп дайындайтын боламыз. Енді табамыздың астына азырақ май жағып, массаларымызды кезек-кезек құйып дайындаймыз. 1 қасық сүзбелі массамыздан екінші асқабақты массамызды құйып, десерт дайындайтын боламыз. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта қызықты, жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Барлығын кезек-кезек құйып дайындадық. Және де 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінеке, пирогымыз дайын болды. Енді толықтай суығаннан кейін кесетін боламыз. Менде толықтай суыды. Енді кесіп, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді шықты. Мен балаларым асқабақ мүлде жемейтін еді. Бұл десертті қалдырмай тауысып қойды десем де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын баршаңызға.